Саламатсыздар ма? Бүгін біз осындай интерактивті тапсырмаларды жасайтын боламыз. Ол үшін біз learningapps.org сайтына кіреміз. Вход деген кнопканы басып, өзімізге аккаунт создать етеміз. Яғни өзіміздің логинімізді, паролімізді, қажетінше птичкаларды қойып, создать конто деп басамыз. Мінекей мен өзім толтырып шығайын. Суреттегі жазуды да жазып, создать конто деймін. Мінекей менің аккаунтым дайын болды. Сохранить етіп аламын. Мінекей менің упражненияларым мои упражнения тұрады. Енді новое упражнениям басып, мінекей әртүрлі упражнениялар құрастыруға болады. Мысалы, найти пару деген бірінші упражнение қарайық. Создайтты басып, атауын өзгертеміз. Мысалы, екі пара үлкен А әрпімен кіші А әрпін жұбын тап деп құрастырайын. Бірінші параға кіші үлкен А, екінші параға пара бірдің екінші жұбына кіші А деймін. Пара 2-ге үлкен Б, пара 2-нің жұбына кіші Б. Осылайша басқадан картинка, озвучка, аудио, видео қосып, сәйкестерін жұптарын табатын бағдарлама жасасақ болады. Ойын құрастырсақ болады. Мінекей сонымен қатар қосымша өзіміз ақпараттар беруімізге болады тапсырмалардың ішінде. Сондай-ақ мінекей дұрыс тапқан параларды, жұптарды удалить етіп тұр деп те жазсақ болады. Ол үшін мына жерге галочка қойып кетеміз. Мінекей осындай қосымша нәтижесінде осындай тамаша деген сөз. Енді завершить басып, өзіміздің ойынымызды көрейік. Яғни мінекей загрузка болды. Аны кіші Аға қостым, үлкен Аны кіші Аға қостым, кіші Б-ны үлкен Б-ға, С-ларды С-ға қосып тексереміз. Мінекей тамаша деген сөз шықты. Окейді басып, сохранить упражнение дейміз. Яғни ол сохранить еткендеріміз мои упражнениенің ішінде тұрады. Болмаса мына астындағы мынандай ссылкалар тұрады. Осы ссылкаларды копировать етіп, басқа оқушыларға неме болмаса интерактив тақтада осы ссылка арқылы қоса аламын. Мінекей упражнениялар тұр. Бұның QR кодын алсақ болады. Астында тұр. Так. Мінекей. Енді жаңа басқа келесі тапсырмалар көрейік. Келесі классификация дейді. Яғни екіге мысалы дауысты және дауыссыз дыбыстарды әріптерді бөл деп екіге бөліп, соларды жіктесек болады. Яғни жіктеу керек болады. Классификация екіге жікте, топта деп жазып қояйық. Яғни дауысты дыбыстарды бір топқа, дауыссыз дыбыстарды екінші топқа жіктеу қажет болады. Соған сәйкесінше мынандай группа 1, группа 2 тапсырмасын барлығын толтырып шығамын. Соңында завершитті басып, ойынымызды тексереміз. Қате болса қайтадан редакторға кіріп редактировать етсек болады. Сөйтіп опубликовать етіп, оның ссылкасын оқушыларға болмаса интерактивті тақтаға қоссақ болады. Мінекей қалған барлығын толтырып шығайық. Мінекей, сол жақта дауысты әріптер, оң жақта дауыссыз әріптер тұр. Қазір бізге экранға енгізген әріптер шығады. Сол әріптерді сәйкесінше оңға, солға апарып тасып, дұрыс жауаптарына апару керекпіз. Егер қате болса, ол қызыл болып шығады. Яғни нәтижесінде галочканы басқан кезде қызыл қате болып шығады. Кәнекей біз дұрысын да қатесін де жасап көрейік. Мысалы, дауысты А, Ж дауыссыз, Ö дауыссызға жібере салайық, қате болсын, тексерейік. Ал тексерсек, мінекей Ö дауысты, яғни дауыстыға апарып бірден интерактивті тақтада тексерсек болады. Ал енді келесі
мінекей опубликовать еттім, астындағы ссылкасын копировать етіп балаларға жіберсем болады. Келесі упражнение ол хронологическая линейка деп аталады. Яғни хронологияны табу керек балалар. Бірінші не тұрады, екінші не тұрады, үшінші не тұрады, осы секілді. Создать новое упражнение деп әртүрлі тапсырманы құрастыра берсек болады. Мына жерде примерлер бар. Примерлердің шаблондарды қарап шықсақ болады. Әр тапсырманың өзінің примерлері бар. Мінекей мынандай видеоларды да қоссақ болады. Әртүрлі фото, видеоларды қойып, олардың хронологиясын жасауға болады. Міне келесі простой порядок дейді. Пример 1-ді ашып көрейік. Яғни мына сөздерді ретімен қойып шығу керек біз. Осындай ойында құрастыруға болады. Болмаса настройкадан мынандай түріне де ауыстыруға болады. Келесі тапсырмаларға да шолу жасап шығайық. Мұнда сурет беріледі, сол суретке сәйкесінше дұрыс варианттарын белгілеу керек біз. Мінекей осындай әртүрлі тапсырманы көріп, практика жасап шықсақ болады. Әртүрлі шаблондар бар осындай. Мінекей кто хочет стать миллионером тоже бар. Бұны да көрсек болады. Редактировать етіп, өзіміздің тапсырмаларымызды енгізіп, онлайн түрде ойын құрастырсақ, тапсырма құрастырсақ болады. Енді пазлды өзіміз құрастырып көрейік. Мысалы, примерде виде задания тұр. Мұғалімге және оқушыға деген секілді. Ал енді жаңасын создать етіп көрейік. Мысалы, пазлға бір картинка қоямыз. Және де картинканы ашу үшін біз оқушыларға тапсырмалар береміз. Яғни тапсырмаға дұрыс жауап берген кезде оқушы пазлды ашатын болады. Яғни мына картинка шығу керек болады. Мінекей осылай тапсырмаларын енгізіп шығамыз. Мінекей А-ның жұбын тап. А-ның жұбы ол бізде кіші А. Енді Б-ны ашып, Б-ның жұбын табамыз, кіші Б. Яғни мінекей ответ дұрыс шықты. Окейді бассақ, пазлымыздың фотосы шығады. Осылайша көп деген тапсырмаларды салып, үлкен пазл жасауға болады. Сол секілді кроссворд жасауға болады, әртүрлі жұптарды табатын ойындар,
таблицалар құрастыруға болады. Енді кроссвордты құрастырып көрейік қарапайым мысалға. Мысалы, мында өздерінің шаблондары бар. Создайтты басамыз. Мына артына да фон өзгертуге болады. Мінекей өзіміздің сұрақтарымызды енгізіп шығайық. Ал енді ойынымызды тексеріп көрейік. Кішкене загрузка. Мінекей ашылды. Бірінші сұрақты басамыз. Адам басылатын есім. Ответін жазамыз, жауабын. Enter'ді басамыз. Енді келесі. Енді галочканы басып тексереміз. Слова из букв деген тапсырманы көрейік. Мысалы, примерді ашық. Мінекей арасынан сөздерді табу керекпіз. Енді создать новое деп өзіміздің қажетті табу керек сөздерімізді енгізіп шығамыз. Мысалға. Мінекей шықты. Осыларды ұзыннан басып шығып, өзіміздің сөздерімізді, дұрыс сөздерімізді тауып көрсетеміз. Мына аны басып тұрамыз. Сөйтіп, алма деген сөзге бүйтіп мышкамен тартамыз. Сол кезде біздің ответіміз белгіленеді. Сохранить деп, мои упражнениені ашып, сол тапсырмаларды пайдалансақ болады. Мінекей, игра парочки деді. Яғни жұптарын табу қажетпіз. Суретпен сурет, есіммен сурет, сол секілді. Бұны өзгертсек болады. Өзіміздің тапсырмамызды сала береміз. Сонымен қатар, бұнда бізде дайын тапсырмалар өте көп. Мысалы, мұна поискқа Европа деп жазайын. Европаға байланысты тапсырмалар шықты. Болмаса, Америка дейін. Америкаға байланысты неше түрлі дайын тапсырмалар болады.